Сәлем қыздар, біз бүгін духовкада тауық етін дайындайтын боламыз. Алдымен каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауық етін жақсылап жуып алып, оның ортасынан бөлеміз. Енді тұздығын дайындайтын боламыз. Оған тұз, майонез, май және перец және приправа. Үйдегі бар приправаны қосқан болады. Томат керек болады. Міне мен дайындап алдым тұздықты. Мінекей алдын ала дайындап алған тауық етіміздің сыртына тұздығымызды әбден жағып аламыз. Қараңыздар, өте сочный, әдемі болып тұр. Енді оны 1 сағатқа қойып қоямыз. Әбден тұздығы сіңген тауық етін пешімізде 300 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің тауық етіміз дайын болды, қызарып, жұмсақ болып, әдемі болып пісті. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Ас болсын.